Біз ойлаймыз, шіркін-ай ақша келе берсе, жағдайым жақсы бола берсе, тірлігім оңға баса берсе, Құдай мені жақсы көреді деп ойлаймыз. Алла Құранда не деп айтады? Дүние берсек оларға дейді, олар айтады дейді. Алла мені жарылқады деп айтады. Қашан оларға сынақ жіберсек, олар айтады дейді. Алла мені қорлап жатыр деп айтады. Әсте олай емес дейді. Пайғамбар Сойсырамның 7 баласы болған, соның 6-ауының өлімін өз көзімен көрген ол кісі. Фатима анамыз ғана пайғамбардан кейін 70 күннен кейін қайтыс болған. Қалған баласының бәрін өлімін көрген. Құдай пайғамбарды жек көрді ма? Пайғамбарды жек көрді ма? Туған ауылынан қуылды. Әкесінің туған бауырлары, пайғамбарды өлтірмек болып келер жалдаған. Алла жек көрді ма пайғамбар? Сол үшін пайғамбар не дейді хадисінде? Алла біреуге жақсылық қаласа, оған ауру жібереді. Алла біреуге жақсылық қаласа, оған қиындық жібереді. Тіпті табанына тікен кірсе де Алла Тағала оны тазалайды дейді күнәсінен. Бұл не деген сөз? Құдай біреуді дүние беріп жақсы көрмейді деген. Сондықтан білуіміз керек та, Алла кімді? Алла біреуді жақсы көрсе, оған қиындық жіберіп жақсы көреді. Қажылығы қабыл болайын деген адамға қабыл болатын қажылықтың дәрежесінде сынақтар келеді.